Қайырлы күн қыздар, бүгін сіздермен өте дәмді творогты пирог жасаймыз. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Таза ыдысымызға еріген 200 грамм сары майымызды құямыз. 1 жұмыртқа, 150 грамм шекер салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін ұнның үстіне қамыр қопсытқышты қосып, екеуін бірге сұйық массамызға салып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Мінекей қамырымыз қолға жабыспайтын жұмсақ болып шықты. Бетін жауып 10 минутқа қойып қоямыз. Одан кейін творогты жасаған видеом түспей қалыпты. Творогты өз қалауларыңызша форманың үлкен кішілігіне қарай творогымызды таза ыдысқа салып, оның үстіне 3 ас қасық қаймақ қосамыз және 150 грамм шекер қосып жақсылап араластырып аламыз. Сосын мұна дайын болған қамырымызды формаға орналастырамыз. Қамырдың кішкене бөлігін алып қаламыз, бетін әсемдеу үшін. Мінекей осылай қолдың көмегімен жайып формаға орналастырып аламыз. Енді творогты массамызды үстіне саламыз. Қасықтың көмегімен тегістеп, бетін жақсылап әдемілеп жағып шығамыз. Мінекей манағы алып қалған қамырымызды осылай оқтаудың көмегімен жайып, жұқа етіп жайып аламыз. Ұн себуді ұмытпаңыздар, жыртылып кетпеу керек. Осылай жасап аламыз. Пышақтың көмегімен жіңішке етіп кесіп, жаңағы творогтың бетіне орналастырамыз. Видеода барлығы анық көрсетілген. Жақсылап қарап алыңыздар. Осылай жетпеген жерін қамыр кесіп, жалғастырып, түркі жасаймыз. 180 градуста жарты сағаттай пісіріп аламыз. Мінекей пирогымыз дайын. Каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер.